Әлемдегі ең күшті адам кім? Шын мықтының белгісі. Дұрыс жауап, өз ашуын жеңе алған адам. Нағыз күш білекте немесе мансапта емес. Нағыз күш ең қиын сәтте сабыр сақтап, ішкі эмоцияңды басқара алуда. Өзіне ие болған адам әлемге ие болады. Адамды бір сәтте биікке көтеретін, немесе бір сәтте ең төмен түсіретін, сүйегі жоқ болса да үлкен күшке ие мүше. Дұрыс жауап. Тіл. Жараланған тән жазылады. Жараланған жан, тіл тиген жүрек оңайлықпен жазылмайды. Сөйлесеңіз жақсы сөз сөйлеңіз, болмаса үндемеңіз. Сөз сіздің ішкі әлеміңіздің айнасы. Адамның иығына емес, жүрегіне салмақ түсіріп, оның өмірлік энергиясын таусатын ең ауыр рухани жүкіне. Дұрыс жауап. Реніш пен кек сақтау. Мотивациялық түйін. Өзгелерді кешіре алмау, өзгенің қателігі үшін өзіңді ұлаумен тең. Кешірімді болу, өзге үшін емес, өз жүрегіңіздің тыныштығы үшін керек. Кешіріңіз де, алға жүріңіз. Бұл өмірде адам артына қалдыра алатын, өзі өлсе де сауабы тоқтамайтын ең жақсы мұра не? Дұрыс жауап. Жақсы іс, садақа-и жария және саналы тәрбиелі ұрпақ. Мотивациялық түйін. Біз бұл дүниеге тек жеп ішіп дүние жинау үшін келген жоқпыз. Біздің мақсатымыз артымыздан ізгілік пен пайдалы іс қалдыру. Әлемдегі барлық адам сізден теріс айналғанда да сізді ешқашан тастамайтын, әрқашан сізді тыңдайтын. Ең сенімді кім? Дұрыс жауап. Жаратушы Алла тағала. Мотивациялық түйін. Егер адамдардан үмітіңіз үзілсе, мұңаймаңыз. Сәждеге барыңыз, жүрегіңізді босатыңыз. Ол сіздің сыбырлап айтқан дұғаңызды да, іштегі айтылмаған уайымыңызды да естуші. Миллиардтаған ақшасы бар адамда өзін кедей сезінуі мүмкін. Ал адамды шынайы бай ететін сезім қандай? Дұрыс жауап. Қанағат пен шүкіршілік. Мотивациялық түйін. Байлық дүниенің көптігінде емес, жанның тоқтығында. Барға шүкір еткен адам әлемдегі ең бақытты әрі ең бай адам. Ұлы тұлғалар мен сәттілікке жеткен жандардың құпиясы. Олар сәтсіздікті, жеңілісті қалай қабылдайды? Дұрыс жауап. Тәжірибе және сабақ деп біледі. Томас Эдисон шамды ойлап таппас бұрын 10 000 рет қателескен. Ол, мен жеңілген жоқпын, мен тек шамның жанбайтын 10 000 жолын таптым деген. Қателік тоқтаудың емес, қайтадан ақылмен бастаудың белгісі. Психологияда 21 күн ережесі деген ұғым бар. Бұл ереже бойынша адам өзіне жаңа әдетті қалыптастыру үшін не істеу керек? Дұрыс жауап. Еш үзіліссіз, күн сайын бір істі 21 күн бойы қайталау керек. Басты мақсат мида жаңа нейрондық байланыс орнату. Мотивациялық түйін. Сәттілік бір күнде келетін ғажайып емес, күнделікті кішкентай әдеттердің жемісі. Адам баласының ең үлкен қателігі мен өкініші неде? Дұрыс жауап. Бүгінгі күннің қадірін білмеуінде. Бір ғұламадан. Адамдардың қандай қылығы сізді таңғалдырады деп сұрағанда олар балалық шағынан жалығып, тезірек өсуге асығады. Ал өскен соң қайтадан бала болғысы келеді. Ақша табу үшін денсаулығын жоғалтады. Ал кейін денсаулығын қайтару үшін барлық ақшасын жұмсайды. Болашақты уайымдап бүгінгі күнін ұмытады. Осылайша олар ешқашан бүгінгі күнмен өмір сүрмейді. Ең өкініштісі, олар ешқашан өлмейтіндей өмір сүреді де, ешқашан өмір сүрмегендей өліп кетеді деп жауап берген екен. Мотивациялық түйін. Бүгінгі күннің қадірін білейік. Уақыт артқа қайтпайтын ең құнды байлық. Сіз қанша сұраққа жауап бердіңіз? Комментарийде бөлісе кетіңіз.